Шымкентте ұстаздар жұмыссыз қалуы мүмкін. Білім ордасындағы жаңа талап мұғалімдерді мұңға батырды. Ашуға мінген педагогтер басшылықтың бастамасынан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Мереке алдында шырылдағандар тілшілерден көмек сұрап базынасын жайып салды. Бұл жиналған мұғалімдер жаңа жылдан кейін жұмыссыз қалуы әбден мүмкін. Сондықтан мерекеге дайындалмай жұмыс орындарын сақтап қалуға барын салып жүр. Осы ұстаздар еңбек еткен оқу орнының жанынан жайлы мектеп ашылып, мыңға жуық оқушыны сол жаққа ауыстырмақ. Алайда педагогтерге тек конкурс арқылы өтесіңдер деп талапты төтесінен қойған. Яғни жергілікті билік бұйрықты пысқырып отырған жоқ деп отыр. 57-ші бұйрыққа бағынған Түркістан облысы болып тұр ма? Тараз болып тұр ма? Шымкент қаласы неге бағынбайды? Неге бағынбайды? Екі жайлы мектеп 57-ші бұйрықтың 36 тармағы бойынша ауысатты. Неге 69-ға келгенде ол бұйрық жарамай қалады? Неге олар кодексті алға тартады? Мұғалім сонда оларға ермек па? Жиналған мұғалімдер білім басқармасына да әкімдіктегі жауапты шенеуніктерге де барып жағдайын айтыпты. Бірақ оң нәтиже шығып жатқаны шамалы деп отыр. Оның үстіне конкурстың әділ өтетініне ұстаздар сенбейді. Бұл конкурстың сонда не мақсаты біздің түсініксіз болып тұр, бұлыңғыр болып тұр арт жағы. Не үшін беріліп отыр ол? Потому что біз де зерттеушіміз, басқа мектептен түсетін мұғалімдер де зерттеуші. Бұл жерде қандай логика? Одан кейін әдетте бұл жерде енді коррупция жүреді. Біз сондай ойдамыз. Кадровый бизнес дейсіз ғой. Кадровый бизнес деп ойлаймыз. Сондықтан қаншама жыл жұмыс істеп келген мұғалімдердің обалына қалмай мәселені оңынан шешуді сұрап отыр. Ал білім басқармасындағылар болса, оқушылар жайлы мектепке қаңтар айының бас жағында ауысады дейді. Сол кезде ұстаздардың жағдайын еңбек кодексіне сәйкес қараймыз деп отыр. Бірақ бірінші орында білім сапасы тұратынын айтады. Екі жайлы мектебіміздегі басқа мектептердің ауысу тәртібімен келген педагогтар, яғни сапа жөнінде төмен көрсетіп отыр. Бүгінгі таңда лицензия алмау қаупі бар. Жайлы мектеп президенттің саясатымен салынғаннан кейін оған сапалы білім беру мақсатында конкурс тәртібімен қабылдау мәселесін қарастырып жатырмыз. Қалай болғанда да ұстаздар жуық арада мәселе шешілмесе жоғары жақтан көмек сұрауға мәжбүр боламыз деп отыр. Сондықтан барлық проблеманы келер жылдың басында шешілуін қалап отыр. Ғалымжан Кенжебек, Жансерік Боранбаев, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен.